Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге жасалу жолы өте оңай чесночный лепешка сырым дайындаймыз. Бірінші ұнды електен өткізіп дайындап аламыз. Сосын қант, дрож, тұз салып, жақсылап араластырып аламыз. Содан соң жылы сүт құйып, сұйық май құйып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды 1 сағатқа жылы жерге қоямыз. Біздің қамырымыз дайын, осылай жұмсақ болып ашыды. Енді біз салмасын дайындаймыз. Бөлме температурасында тұрған сары май, укроп, чеснок, күштен өткізілген чеснокты барлығын осылай бір масса болғанша араластырып, жақсылап араластырып аламыз. Осындай формада қамырымызды жайып, үстіне дайын салмамызды жұқалап жағып шығамыз. Бетіне сыр саламыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Сонымен біздің чесночный лепешка сырым дайын. Ас болсын сіздер.